Оқырмандарым маған Дина Төлепбергеннің мына бір видеосын салып жіберіп отыр. Менің әрбір оқырманым мен үшін бағалы болғаннан кейін бұл видеоны да жауапсыз қалдырмайын деп өздеріңізге салып отырмын. Қарап ал. Бір құбылыс бар екен деп соны заңдастыра берсек, онда жемқорлықты да, тұрмыстық зорлықты да, бала еңбегін де заңмен реттеп алуға болар еді. Бірақ заңның миссиясы әділетті орнату, ескілікті ақтау емес. Қазір қоғамға көп әйел емес, бір әйелдің қадірін білетін ерлер керек. Депутат мырза, әйелдердің құқығын қорғаймыз дейді. Бірақ әйелдің құқығы оның екінші, үшінші болуына рұқсат беруде емес. Бір әйелдің ермен тең өмір сүруіне, махаббат пен экономикалық қауіпсіздікке ие болуында. Егер біз шынымен әйел құқығын қорғамақ болсақ, онда әйелдердің еңбек, білім және денсаулық құқықтарын қамтамасыз етуіміз керек. Тұрмыстық зорлық, зомбылыққа қарсы заңды нақты орындауымыз керек. Учаскелік полицейлердің әйелдердің арызын отбасылық мәселе деп әлі қайтарып жатқаны шындық. Жалғызбасты аналарды қолдауды және алимент өндірісін күшейтуіміз керек. Әйелдің құқығын қорғау емес, қадірін кетіру дейді Дина Төлепберген Абзал Құспанның тоқал алуды заңдастыру керек деген пікіріне. Иә, мен де әйелмін. Өз басыңмен ойланатын болсам, екі әйел алуға мен де қарсымын деп айта аламын. Ал елдің жағдайымен ойланатын болсам, да мен Абзал Құспанның пікіріне қосылам. Қазір көп қалталы азаматтар, тіпті қалтасыз әйелдерден қорланып жүрген еркектердің басқаға баратыны жасырын емес. Ол әйелдер кімдер? Олар сол баяғы күйеуіне измена жасадың деп соттатып жіберген немесе бостандықта аңсап ажырасып кеткен әйелдер. Сондықтан осы мәселелер болмасын десек, әйелдер біз өз-өзімізді түзеуіміз немесе осы екі әйел алуды заңдастыру керек деген заңға бағынуымыз керек. Сонда біз бәйбішелер тоқалдан күйеулерімізді қызғанып, ерлердің қадірін білуіміз мүмкін. Екіншіден, әрбір айтылған пікірді заңдастыратын болса, онда тұрмыстық зорлық, зомбылықты да, жемқорлықты да заңдастырып алуға болатын еді деп мүлде басқа бағытқа кетіп қалып отыр. Тұрмыстық зорлық, зомбылық деген онсыз да заңдастырылған, кейбір жерлерде теріс пайдаланатын болмаса. Ал жемқорлық пен екі әйел алуды заңдастыру деген екеуі екі бөлек мәселе. Үшіншіден, әділетті орнату ескілікті ақтау емес дейді. Нағыз әділет ескіліктен басталады. Бұрынғы ата-бабаларымыз ажыраспаған, жетім мен жесір зыламаған деп аузымызды толтырып қызығып айтамыз да, бірақ өзіміз сол жолмен жүргіміз келмейді. Төртіншіден, әйелдің құқығы екінші, үшінші болуында емес, бір әйел ер адаммен тең құқылы болып өмір сүруінде деп отыр. Дәл қазіргі қоғамда әрбір отбасында әйелдің құқығы ер адамнан да биік болып тұр. Бесіншіден, әйелдің құқығын қорғауымыз үшін біз білім, еңбек, денсаулығын қорғауымыз керек дейді. Бұл тек әйелдерге ғана қатысты емес, бұл жалпы адамдардың құқығына кіретін мәселе. Алтыншыдан, көп әйелдердің арызын полициялар отбасылық мәселе деп қайтарып жатыр дейді. Нағыз адами қасиеті бар полициялар істің мән-жайына қарайды. Негізінде көп учаскелік полициялар арызды қайтармайды. Керісінше сол арызға қосып қарағанның салдарынан бүгінгі таңда көп азаматтарымыз сотталып жатыр. Жетіншіден, біз жалғызбасты аналарды қолдау үшін алиментті күшейтуіміз керек дейді. Сонда жалғызбасты аналарды қалай қолдау керек? Егер ол өз бағасын білмей жатса, сондықтан біз азаматтарымыздың өз құқығын орнына қоюымыз керек. Сонда елімізде жетім де, жесір де болмайды. Әр адам өзінің пікірін айтатын кезде тек өз басымен ғана емес, елдің жағдайымен ойланып сөйлеген дұрыс.